Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз ең дәмді таңғы жасайтын боламыз. Бұл таңғы асымыз 5 минутта дайын болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Яғни біз французский тосты жасайтын боламыз. 5 минутта дайын болатын таңғы асты отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, менің парақшамды қолдап кетіңіздер. Сіздерге керекті заттарды описанияға қалдырып кететін боламын. Бізге керекті заттар батон және жұмыртқа, одан кейін қантымыз, сүтіміз және тұзымыз қажет. 2 жұмыртқамызды және сүтімізді құйып, оның үстіне шекерімізді және тұзымызды сеуіп, кішкене араластырып, одан кейін батонымызды осылай 2 жағын батырып, қуырып алатын боламыз. Мен сары майды қолдандым, сіздер күнбағыс майын қолдансаңыздар болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. 2 жағын қызарғанша осылай қуырып аламыз. 2 жағын осылай барлығын қуырып аламыз және үстіне медымызды және де майымызды салып жей берсеңіздер болады. Мінекей біздің французский тостымыз дайын болды. Өте керемет және қолжетімді. Барлығы осы үйде бар заттармен жасасаңыздар болады. Өте оңай жасалады. Сіздер келесі қандай видеоны, қандай тағамның рецептін күтесіздер, астыға комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсамал.